Алла деген сөзге тағы бірдеңке жетпей тұр екен. Қай нәрсе деген кезде аятты толық оқып шығайын. Ол мүминдер дегеніміз 5 уақыт намаздарын толық атқаратындар және өздеріне берілген мал дүниеден зекеттерін беретіндер, және де олар وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ, және де олар ақыретке олар нақты сенетіндер дейді. Олар деген сөздің 2 рет қайталып отыр, салмақ беру үшін да. Ақыретке нақты сенетіндер. Қай жерде кетіп отыр, халықта зор кемшілік қай жақта кетіп отыр, ақыретке деген иман істеп отқан жоқ. Біреу сенер сенбесін білмейді әлі. Кім бар кеп о жаққа дейді біреу. Ақыретке деген иман болмай, жақсылықтар тірілмей деген ешқашан. Мысалы, ақыретке деген иман сондай дәрежеде болмай, бірақ та көп бір қайырымды іс істеп атқан адамдар болады. Өздеріңіз байқайсыздар. Өз еліңізде болсын, шетелде болсын, әйтеуір бір жетім балаларды асырап жатқандар болады. Тағы да басқа бір қайырымдылық қорлар, бір жерге барып спонсорлық болып жатқандар, неше түрлі бір жақсы амалдар істеліп жатқан болады. Осындай бір амалдар жасалып жатқан кезде Айша анамыз Ибн Жудған деген кісі туралы сұрайды пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламнан. Ибн Жудған деген кісі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға пайғамбарлық келмей тұрып дүниеден озып кеткен. Умму Салама пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның екінші жұбайы, ол да бір кісі туралы сұрайды. Хишам ибн Муғиро деген. Ол да пайғамбарымызға пайғамбарлық келмей тұрып өмірден озып кеткен. Алайда олар Алла деп жүрген адамдар болған. Күллі Меккенің адамдары секілді. Сөйтіп Айша анамыз сұрайды, анықтап алғысы келеді. Аллахтың елшісі Ибн Жудған, әлгі Ибн Жудған деген кісіше фил жахилияти, мына сіз пайғамбарлық сізге келмей тұрып, ол кісі білесіз бе? Ясилур рахима, менің үйдегі жаңағы әкем туысқандарым айтқандай, ол деген туысқандық байланысты ешқашан үзбеген кісі екен. Ва ют'имул мискин, міскіндерді тамақтандырады әрдайым. Міскін көрсе болды, тамақ береді. Ва юхсинул живара, көршілерімен қандай керемет жақсы қарым қатынаста болған. Ва яқрид дойфа, қонағын қалай құрметтейді десеңізші. Ва яфуккул ғуната, сондай-ақ құлдарды азат етеді. 5 амал. Қараңыз не істеп жатыр. Наны бізде қазір біз істей алмауымыз мүмкінбіз. Қараңыз не істеген ол кісі. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламыз осының бәрін айтып шығып, «Хал янфауху залика», Аллахтың елшісі осының бәрі оған пайда бере ме? Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи оп-оңай айтады, «Ла, жоқ. Иннаху лам яқул яуман қат рабби ғфир ли хатияти яумаддин». Ол өмірінде бір күнде Раббым мені сот күні күнәмді кешірші деп айтып көрмеген дейді. Олай болса ақырет, қараңыздар, ақырет күні мені кешірші деген сөз айтылмағанда ақыретке деген иман жоқ. Ақырет емес, онда мақсат. Онда не болды? Пайғамбарымыз түсіндіреді. Умму Салама айтады, Хишам ибн Муғира, ол да осы амалдардың бәрін істеген кісі екен. Бұл көмектесе ме деген кезде, «Ла, иннаху кана юъти лид-дуния», өйткені ол кісі осы нәрсенің бәрін жасаған кезде дүние үшін істеген дейді. Дүние үшін деген не? Ол кісі ешкімнен дүние алмаған ғой. Ол емес көздеп тұрғаным дейді. Лизикриха, дүниедегі атақ үшін. Вахамдиха, мақтау үшін. Рекламадан көріну үшін, теледидардан шығу үшін, журналдың бетінде пайда болу үшін, пәленшелер айтылып жүру үшін. Сондай-ақ ол да мені Раббым Робби ғфирли яумаддин деп айтып көрмеген адам дейді ешқашан. Сондай-ақ Алла, я Алла шүкір, я Алла тоба деген сөздермен құтыламайды екенбіз, құрметті жамағат. Ақыретке деген иман керек. Абай атамыз айтады ғой, кімде кім ақыретте де, дүниеде де қор болғысы келмесе, қара сөзін қалай бастап отыр. Кімде кім ақыретте де, дүниеде де қор болғысы келмесе,
онда мынаны білмек керек дейді. Мына нәрсені мықтылап біліп алсын дейді. Ешбір адамның көңілінде екі қайғы бірге, екі қуаныш бірге бола алмайды дейді. Ол мүмкін емес дейді екеуінің бірге болуы. Олай болса дейді, кімнің дүниеге деген қайғысы ақыреттегі қайғысынан артық болса, кімнің дүниеге деген қуанышы ақыреттегі қуанышынан артық болса, онда ол мұсылман емес дейді. Қараңыз қандай тәрбие беріп отыр. Міне, ойландырып тастады адамды. Сенің көңіліңде не бар? Әрдайым сіздің алдыңа бір іс туған кезде, оның екі жақты болады ол. Міне. Мысалы біреу келіп сізге айқайлап жатқан кезде, екі нәрсе ұсынылады өзі. Тура сол сияқты айқайлау, немесе сөзін көтере салу. Сөзін көтере салу ақырет. Айқайлау дүние. Қайсың қалайсың? Бір секундтың ішінде шешіледі не қалап жатқаның. Кетіп бара жатсың, ана жақтан біреу көмектесіп бересіз ба деді, бір шын мұқтаж, бір қиналып тұрған, берейін ба, бермейін ба деген ой келді. Бермесең дүние, берсең ақырет. Басқаша жасай алмайсың ол ақыретті. Ол ақырет құрбиды бір әдемі сөздермен жасалмайды. Ол іспен көрсетіліп тұр ғой. Екеуін қойды ғой. 5 уақыт намазды оқы, сөйтіп мал берсем, зекет садақаңды бер деп жатыр да. Осындай. Жалпы өз өмірде ұрсып жатқан кезіңізде, өзі ұрсып жатқан нәрсенің өзі дүниеден басқа нәрсе емес өзі. Өйткені ақырет керек адамға ұрыс керек жоқ. Міне, сол нәрселердің өзінде жүреді ол ақыретке деген иман. Біреуді кешіре алмай тұрсың, сізде Алла Тағаланың айтып отқаны белгілі, фаъфу, кешіре сал. Егер кешірсеңіз, ақырет қалап жатсыз. Ақыретіңіз қаланып жатыр. Және сіз ақыретті қалап жатсыз. Егер де кешірмесеңіз, дүние басқа нәрсемен сол. Екеуі бірге жиналамайды ешқашан. Не мынаны қалайтынды көрсетесің, не мынаны қалайтынды көрсетесің. Сондықтан ақыретке деген иман, ол бірінші орында тұрған нәрсе. Осы ақыретке деген иман болмағаннан кейін адамның өмірі тәртіпсіз кетеді деген. Алла десе де, қараңыз, Алла деп жүрсең де, анда-санда Құдай тамақ беріп жүрсе де, бәрібір ақыретке деген иман жүрекке бекімей, адамның өмірі ешқашан тәртіпке келмейді. Сондықтан Аллах Тағала келесі аятта айтып жатыр: «Инналлазина ла юъминуна бил ахира». Расымен де әлгі ақыретке иман келтірмейтіндер, қараңыз. Расында әлгі ақыретке иман келтірмейтіндер, келесі сөзді жалғастырардан түсінікті болу үшін. Ақыретке иман келтірмейтіндер де көп еңбек жасап жатыр. Небір нәрселер жасап жатыр. Тері төгіліп жатыр, ақшалар табылып жатыр, еңбек. Күллісі еңбек болып жатыр. Алайда осы еңбектер ішінде жаңағы ақыретке сенбеген адам күнә көп болады, күнәлар жасалады. Пара беру деген нәрселер кетіп жатыр мысалы. Пара бересің, бір жерде былай шығып кетесің, өтірік алдап кетесің. Өзімізде де қазір бір-біріңізді байқап жүрсіздер ғой, өмірде алдап кетеді, құжатыңызды алдап кететін адамдар да көп кездесіп жатыр. Неше түрлі күнәлар жасалып жатыр. Сосын Алла Тағала осы адамның ғұмыры мен ризығына тиіспегендіктен адам алданады екен. Сол алданғаннан кейін жаңағы істерімен әдемілеп жүре береді. Сонда Алла Тағаланы қараңыз не деп айтып отыр: расымен де әлгі ақыретке иман келтірмейтіндер зайянна лахум аъмалахум, олардың еңбектерін өздеріне әдемі қылып қойдық дейді. Осы дүниеде өздерін